Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Бүгін біз химия пәнін үйренуді жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен өткен сабағымызда күрделі заттардың құрамындағы элементтердің атомдық массасын біле отырып, күрделі заттардың салыстырмалы молекулалық массасын есептеуді үйренген болатынбыз. Сол үйрену барысында мына N2O5, яғни азоттың бесвалентті оксидінің және де алюминий 2SO4 үшеселенген, яғни алюминий сульфатының екеуінің салыстырмалы молекулалық массасын есептеуді үйреніп едік. Қазір осылардың мысалында күрделі заттардың құрамындағы жеке бір элементтің массалық үлесін анықтауды үйренеміз. Жалпы ол үшін бізге мына формуланы білу керек міндетті түрде, және сол күрделі қосылыстардың өткендегі секілді мрін есептеуді білуіміз керек. Осы екеуін білсеңіз, массалық үлесін табу ешқандай да қиындық тудырмайды. Алдымен мына формулаға тоқталатын болсақ, бұл формулада омега деген былай жазылады, W секілді, бірақ W-дің кішкене басы былай қайырылған. Мұны біз омега деп оқимыз, бірақ бұны массалық үлес деп атаймыз. Яғни омеганы табу үшін тең n көбейтілген AR көбейтілген 100% бөлінген mr формуласына саламыз. Бұндағы n дегеніміз мына күрделі заттың ішіндегі жеке бір элементтің индексі. Ал AR дегеніміз Менделеев кестесіндегі элементтің атомдық массасы, ал mr дегеніміз күрделі заттың мына жоғарыдағы есептелген секілді салыстырмалы молекулалық массасы. Мінекей, формуламен осылай танысып алдық. Омега массалық үлес, n индекс, AR Менделеев кестесіндегі атомдық массасы, mr бұл күрделі заттың салыстырмалы молекулалық массасы. Осы формулаға салу арқылы енді омегалардың элементтерін таба аламыз. Бірінші, N2O5-тегі азоттың үлесін есептейік, яғни омега азот. Мына формулаға сала береміз. Азоттың индексі бізде мінекей 2-ге тең, мына жақтан қарасақ та болады. 2 көбейтілген оның AR атомдық массасы 14, көбейтілген 100%, ал жалпы mrін есептедік, ол бізде 108-ге тең. Тең дейміз, яғни 2-ге 14-ті көбейтсек 28, ал 28 100-ге көбейтсек 2800, 2800-ді 108-ге бөлсек, бізде 25,92 деген жауап шығады. Қазір калькуляторға салып тағы да көрсек, 28 бөлінген 108. Нәтижесінде бізде әрине 108 тең 25,92 деген жауап шығады. 25,92%. Яғни 100%-ның ішіндегі азоттың алатын үлесі 25,92%. Дәл осындай жолмен енді оттектігін табамыз. Оттек тең. Күрделі қосылыстың ішінде оттектің индексі 5-ге тең. 5. Формулада n индекс болып табылады. Көбейтілген оның атомдық массасы Менделеев кестесінен қараңыздар 16, көбейтілген 100%, ал бөлінген жалпы mrі 108 тең. Яғни осы жолға саламыз. Мына формулаға салсақ, бізде 5-ге 16-ны көбейтсек 80, 80-ді 100-ге көбейтсек 8000, ал 8000-ді бөлеміз бізде 108-ге. 108 тең 74, яғни 74,8% деген жауап шығады. Ал ең соңында есептеп болғаннан кейін пайыздарды қосқан кезде бізде 100% деген жауап шығу керек. 100% болмаса да 99% деген жауап шығу керек. 99-100%-ның арасында. Міне N2O5 деген күрделі заттың ішіндегі азоттың да оттектің де жеке-жеке массалық үлесін, яғни омегасын анықтап алдық. Енді келесі мына екінші мысалмен келейік. Мынау бізде бірінші мысалдікі, енді екінші мысал. Алюминий сульфатындағы алюминийдің үлесін анықтайық. Яғни алдымен Al тең. Бізде алюминийдің n-і, яғни индексі мына жерде 2, элементтің оң жақ шетінде тұратын санды индекс деп атайды. Оны көбейтеміз. Алюминийдің атомдық массасы 27-ге, оны көбейтеміз 100-ге, 100%-ға, бөлеміз жалпы mrі 342-ге тең. Әрине калькулятор қажет болады. 2-ге 27-ні көбейтсек, бізде 54, 54-ті 100-ге көбейтсек 5400, ал 5400-ді 342-ге бөлсек 5400 бөлінген 342 тең. Нәтижесінде 15,178% деген жауап шығады. Үтірден кейін 2 сан алыңыздар, немесе 4 сан алыңыздар. Енді мен үтірден кейін 2 сан алып тұрмын. Негізі
78-дің ар жағында тағы да майда сандар бар. Бірақ мен үтірден кейін 2 сан алуды жөн көріп отырмын. Сіздер де үтірден кейін 2 сан алыңыздар немесе 4 сан алыңыздар. Енді дәл осындай жолмен бізде екінші элемент күкірт S табамыз. S-тің индексі бізде мына N-і кестеде жақшаның ішіне 1, жақшаның сыртында 3-ке көбейтеміз, жалпы 3 деп есептейміз. 3 көбейтілген атомдық массасы 32, оны көбейтеміз 100%-ға, ал бөлеміз 342-ге тең. 3-ті 32-ге көбейтсек бізде 96 болады. 96-ны 100-ге көбейтсек 9600 болады. Ал 9600-ді біз эмері 342-ге бөлеміз. 342 тең, сол кезде 28,7% деген жауап шығады. Яғни 100%-ның ішіндегі S-тің алатын үлесі 28,7%. Келесі. Омега бізде әрине оттек. О. Мына жерде оттек жақшаның ішінде индексі 4, оны сыртындағы индекспен көбейтеміз. Яғни 4-ке 3-ті көбейтсек 12. Яғни жалпы N-і 12-ге тең. Яғни оттектің индексі 12. Оны көбейтеміз оның Менделеев кестесіндегі атомдық массасы 16-ға. Оны көбейтеміз 100-ге, 100%-ға. Бөлеміз жалпы эмері 342-ге. Сонымен енді осыны калькуляторға саламыз. 12-ні 16-ға көбейтеміз бірінші. 12 көбейтілген 16 тең 192 болады. Ол 192-ні 100-ге көбейтеміз. 100-ге көбейтсек 19200 болады. Оны 342-ге бөлеміз. Бөлу 342 тең 56,14% деген жауап шығады екен. 56,14%. Яғни 100%-ның ішіндегі оттектің алатын үлесі 56,14%. Осылай массалық үлестерін тауып алғаннан кейін 3 түрлі элементтің массалық үлестерін бір-біріне қосып шығамыз. Сол кезде 100% немесе 100%-ға жақын сан шығуы керек. Калькуляторға салсақ 15 бүтір 78 қосылған 28 бүтір 07 қосылған 56 бүтір 14. 56 бүтір 14 тең 99,99% деген жауап шығады екен. Яғни қарап отырсаңыздар, пайызымыз 100%-ға өте жақын сан, сондықтан жауап дұрыс деп айта аламыз. Есеп шығарып болған екен, міндетті түрде осылай пайыздарын қосып, жауаптың нақты дұрыс екендігін дәлелдеңіздер. Мінекей, осымен біз күрделі заттардың құрамындағы жеке бір элементтің массалық үлесін табуды үйреніп біліп алдық. Енді сіздерге мен үйге тапсырма берейін, міндетті түрде кері байланыс болып отырсын. Сіздер бұл мен беретін тапсырманың жауабын біздің комментарий бөліміне жазыңыздар міндетті түрде. Тапсырма. Бірінші тапсырма, біз күнделікті қолданатын су, яғни H2O, осы судың құрамында екі элемент бар, сутек және оттек. Осы екеуінің құрамындағы элементтердің үлесін табыңыздар. Және біз өте көп қолданатын бұл натрий хлориді. Натрий хлор. Біз бұны тұрмыста ас тұзы деп атаймыз, бірақ бұның ғылыми аты натрий хлориді. Осы ас тұзының құрамында натрий бар және хлор бар. Екі элементтің массалық үлесін табыңыздар. Және ең соңғы үшіншісі бұл калий марганец О4. Калий марганец О4. Бұл біз тұрмыста бұны марганцовка деп атаймыз, яғни білесіздер марганцовканы, ал бұның ғылыми аты калий перманганаты деп аталады. Осы қосылыста калий, марганец және оттек деген үш элемент бар. Осы айтылған күрделі қосылыстардағы элементтердің массалық үлесін табыңыздар және жауабын комментарий бөлімінде жазыңыздар. Осымен массалық үлеске байланысты тапсырмамызды да бердім, сабақты түсіндірдім. Енді осы біздің алдағы болатын сабақтарды, өткен сабақтарды жіберіп алмас үшін біздің Инстаграмдағы, ТикТоктағы, немесе ВКонтактедегі, немесе Ютубтағы барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп қойыңыздар. Не болмаса менің WhatsApp нөмірімде өзімнің осы өтілген сабақтарымды история бөлімінде салып отырам, сол жақтан қарасаңыздар да болады. Ал менің WhatsApp'ым біздің әлеуметтік желілерде жарияланған. Нөмірінде сол жерде бар. Осымен құрметті білімгерлер, түсіндірме сабағымды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет. Химиядан нөлден бастап қарапайым тілде осылай күнде шығып сіздерге мен түсіндіріп отырамын. Бар жоғы біздің әлеуметтік желілерге тіркеліп, белсенді болып, сұрақтарға жауап беріп отырсаңыздар жеткілікті. Назарларыңызға рахмет. Іске сәт, сіздерді комментарий бөлімінде күтемін. Және айтпақшы, біздің осы барлық видеоларымызды, әлеуметтік желілерімізді химия таңдап отырған, химияны үйренгісі келетін барлық достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Және
бізді белгілеп қойсаңыздар, нұр үстіне нұр. Рахмет.